Қайырлы таң, қадірлі телекөрермендер, Қытайдың Ляньюньгань қаласынан ыстық сәлем. Ыстық демекші күн шынымен де бұл жақта ыстық. Шағын ғана қала екен, Қытайдың шығысында орналасқан. Жергілікті жұрттың айтуы бойынша шағын ғана қала дейді. 4,5 миллион халқы бар. Шынымен де шағын, енді Қазақстанның 1/4 бөлігі тұрады. Енді осы қаланың қызықтарын бірге қараймын десеңіздер, онда экраннан алыстамаңыздар, біз бастаймыз. Ляньюньгань, Сары теңіздің жағасынан қоныс тепкен, 2000 жылды басынан өткерген көне де әсем шаһар. Қытайдың басты портты қаласы, аңыздарға бай тарихи өлке. Қытайдағы 7 күн сюжеттер сериясының бұл бөлімінде Ляньюньгань қаласындағы ең ірі әйгілі портқа барғанымызды, сол жақта жұмыс істеп жүрген қазақстандықтарды іздеп тапқанымызды, Джеки Чан мен Джет Ли түскен фильм сюжетіне арқау болған ерекше аңызы бар Хуагошань тауына мінгенімізді баяндаймыз. Біздің заманымызға дейінгі 2-ші ғасыр. Шығыс Азия мен Жерорта теңізі арасында керуен қатынап, елдер арасында сауда-саттық жандана бастаған кез. Ол тарихта Ұлы Жібек жолы деген атпен қалды. Бұл сүрлеудің бойынан қоныс тепкен қалалар сол уақытта экономикасы қарқын алып, әлеует артқан, жазу сызуы мен мәдениеті әлемге танылған алып шаһарлары болды. 21-ші ғасыр. Біздің заман. Жаңа дәуір өткеніне көз жүгіртіп, Азия мен Еуропа кезінде континенттер арасын жалғап тұрған күре тамырдың бойына қан жүгіртуге ниеттене бастады. Соның арқасында авто темір жолдар, порт, транспорт пен логистика және инновациялық инфрақұрылымдар жаңа жібек жолының жаңа картасын сызды. Бұл арада біздің еліміздің де атқарар рөлі өте зор. Теңіздегі жібек жолының бастауы атанған Ляньюньганьға келген кезде алғаш бас сұққан жеріміз Қазақ-Қытай халықаралық логистикалық компаниясы болды. 1995 жылы Қытай мен Қазақстан арасына алғаш рет жүк кемелері ашық теңізге шыға бастады. Дәл осы логистикалық база сол уақыттан бергі атқарылған еңбектің жемісі. Мыңдаған контейнерге тиелген миллиондаған тонна жүк күн сайын осы порттан жөнелтіліп отырады. Күн сайын мынадай 70 кеме жіберіліп отырады. Осы арада айта кету керек, бұл екі ел арасындағы логистикалық транзит осыдан бірнеше жыл бұрынғы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев пен Қытай президентінің елордада Назарбаев университетінде өткізген келіссөздерінің ең басты жемісі. Бұл компанияда қазір 118 азамат қызмет атқарады. Соның 4-еуі қазақтар. Бір қызығы оның ішіндегі 2-еуінің есімі Дінмұхамед, яғни Димаш. Өздері қытайлықтар Димаштарды қатты жақсы көреді деп қалжыңдайды. Қымбатты көрермен, дәл осы алаңға келіп, өзіміздің қандасымыз, бауырымыз Ляньюньгань терминалының директорының орынбасары деген керемет қызметте жүрген Дінмұхамед Ембергенов бауырымызбен кездесіп, бір-екі сұрақ қоймақпыз. Жалпы биыл жастар жылы шетте жүріп, еліміздің мерейін үстем етіп, осындай қызметте жүру. Сізді бұрынғы арманыңыз ба, әлде жағдай солай болып қалды ма? Ну, так сложились звезды. Просто я здесь уже, получается... Менің Ляньюньганьда жүргеніме 2 жыл болды. Қазақстан темір жолында жұмыс істеп жүрген кезімде дәл осы қалаға жұмыс бабымен ауыстырды. Оған Қытай тілін меңгергенім сеп болса керек. Китайский язык. Келгелі Қытай асханасына кішкене үйрене алмай, ауа райына кішкене жатырқап сөйтіп жатырмыз. Сізде қалай адаптация қалай жүрді? Ну, все хорошо, потому что, опять же, мы здесь учились все. Біз осы қалада оқығаннан кейін бой үйрету аса қиын бола қойған жоқ. Дегенмен Қытайдың өзге қалаларының асханасынан бөлектеп тұратын нәрсе мұндағы халықтың теңіз өнімдерін көп пайдаланатындығы. Балықты жиі жейміз, бірақ сонда да етке ынтамыз ауып тұрады. Все равно хочется мяса. Алдырып жеп тұрасыздар ма? Я. Жерлестеріміздің жағдайы жақсы екеніне көз жеткізген соң маймылдар патшалығына аттандық. Я, дұрыс естідіңіз. Әйгілі маймылдар патшасы Сунь Укунның туған жері біздің келесі аялдамамыз. Оған дейін мына бір бейнеүзікке назар салайық.
Сіздерді білмеймін, бірақ өзім осы фильмді бала кезімнен бері сүйіп көрем. Әйгілі актерлер Джеки Чан мен Джет Ли бірге түскен Жабық патшалық киносы менің бір арманымның орындалуына сеп болды. Ол осы фильмге арқау болған аңыздың туған жеріне табан тірегенім. Ал бұл картинаның көп бөлігі дәл қазір біз жүрген жерде түсірілген. Бұл Хуагошань тауы, Ляньюнганның ең биік нүктесі, 624 метр. Маймылдар патшалығы деген атпен әлемге танылған тарихи жер. Аңыз бойынша мұнда жер шарындағы бүкіл мешіннің патшасы Суньокун дүниеге келген. Жаңағы фильмдегі қолына сиқырлы таяқ ұстаған адам кейпіндегі маймылдың прототипі сол. Мұнда келген туристерді жаңағы патшаның киімін киген әртістер қуана қарсы алады. Бұл жерде құздан құлай аққан сарқырамалар да көп. Олардың бір ерекшелігі жылылығында. Әдетте таудан ағатын су мұздай болушы еді. Хуагошань тауының етегінде осындағы жұрттың жаны рахат тауып, тынышталатын жергілікті монастыры мен ауласында өсіп тұрған 1100 жастағы алып ағаштың да жөні бөлек. Барлығы да тарихтан сыр шертіп, таңдай қақтырар аңызға тұнып тұр. Осылайша, Ляньюнганда өткізген бір күн осындай қызықтарымен есте қалды. Ал біз заттарымызды жинап, сапарымыздағы соңғы қала Терракот әскерінің отаны Сианьға аттандық.